Кешегі берілген тапсырма қиын болмады ма? Жоқ, тапсырма қиын болған жоқ ағай. Ағай, сізге бір сұрағым бар еді. Ол қандай сұрақ? Айт. Неге доллардың валютасы теңгеден жоғары? Доллар әлемдік нарықта теңгеге қарағанда көп қолданылады. Сол себепті бүкіл мемлекет, бүкіл әлем долларды қолданғандықтан ол теңгеден жоғары тұрады. Бәсе, кешелі бері осы сұрақтың жауабын таппай жүрмін. Кешегі тақырып бойынша тағы да басқа сұрақтарың болса қойып алыңдар. Қазір жаңа тақырып бастамай тұрып, сол сұрақтарды шешіп алайық. Ағай, мен кешегі тапсырмасын жақсы түсініп алдым. Сонымен қатар мен өзім білмейтін ақпараттарды да біліп алдым. Мысалы, әлемдік нарықта жүрген кәсіпкерлердің алып-сату фишкасын түсініп алдым. Ал Мейірім, сен не түсініп келдің? Ағай, кеше қонақтар келіп қалып еді де, сондықтан үй тапсырмасын түсіне алмай қалдым. Жарайды. Бірақ келесі жолы екі тақырыпқа дайындалып кел. Оны білетін шығарсың. Жарайды ағай. Бірақ ағай, сіздің соншама біліміңіз бар, неге кәсіпкер болмайсыз? Өте орынды сұрақ. Бірақ әр адамға да ұстаз керек. Біз сияқты ұстаз болмаса, сіздер сияқты келешек ұрпақ жетістікке жетпейді. Сонымен бүгінгі өтетін жаңа тақырып Нұрасыл, бұл сенің бірінші рет кешігуің емес, білетін шығарсың. Орындығың алда отыр. Қай жеріне келіп едік? Бүгінгі өтетін жаңа тақырыбымыз Джон Ротвейлер. Америка бойынша ең мықты бизнесмен. Жалпы балалар, ол жайлы естулерің бар ма? Нұрасыл? Ағай. Сен неге телефон ұшты? Мына жерге ұшты. Естуім болғанда же атақты адам екенін білемін, бірақ ол туралы көп естімегенім. Онда бүгін сол жайлы сендерге айтып беремін. Джон Ротвейлер 1839 жылы 8 шілдеде дүниеге келген. Ол жастайынан сендердей кезінен алып сату кәсібіне бейім болған. Және де ол 18 жасында ең алғашқы өзінің мұнай зауытын ашқан. Ол өзінің карьерасында және де өзінің өмірінде көптеген қиындықтар болды. Ол сол қиындықтарға мойынсұнбай, сонымен қатар мемлекеттің көмегіне зәру қарапайым халыққа да көмектесе білді. Джон Ротвейлер 27 жасында Америкадағы ең ауқымды бизнесмен болып саналды. Себебі оның капиталында Американың 50% экономикасын құрайтындай күш болды. Ағай, Уақыт болды. Ендеше, ертең осы Джон Ротвейлер туралы үй тапсырмасында мәлімет алып келесіңдер. Түсінікті ғой, Жарайды, сау болыңдар. Сау болыңдар. Нұрасыл, сен қал. Кел, жақынырақ отыр. Нұрасыл, бұл өмірде бір күнде 24 сағат бар. Дұрыс па? 24 сағаттың сен 15 сағатын ұйқыға жұмсайтын болсаң, сенде 9 ғана сағат қалады. 9 сағаттың 2 сағатын тамақ ішуіне жұмсайтын болсаң, сенде 7 сағат қана қалады. Ал 7 сағаттың 1 сағатын жол жүруге жұмсайтын болсаң, сенде 6 сағат қалады. Ал 6 сағаттың 3 сағатын телефон шұқылауға құртасың. Сонда сенде 3 ғана сағат қалады. Ал адамға 3 сағат неге жетеді? шаңыз ағай, енді қайталанбайды. Есіңде болсын. Бұл өмірде ешқандай бағаға сатылмайтын бір ғана құндылық бар. Ол сенің алтын уақытың. Телефоныңды ала қой. Жақсы, сау бол. Сау.